Сәлем достар. Осылай обед жасай берейін деп бастап кеттім. Білмей отырмын, ет турап отырып не тамақ жасасам екен деп. Главное, қазір етімді турап алайын, шешіледі деп осылай жүрсем, ұлым мен күйеуім келіп алыпты. Ұлымды сабақтан әкепті. Ой деп бұлар аяқтың астына оратылып, сонымен деген обедке макарон рожки пісіре салайын дедім де, ал горохты кешкі тамаққа жасайын деп осылай жуып суға қойып қойдым. Сөйтіп жүргенде арасында қызым оянды. Барлығын осылай турап, бәрін салып қойғаннан кейін қызымды тойдырып алайын деп тамағын беріп отырман. Осындай кішкентай бала болғанда желательно қарын тойдырып қоямын. Өзіміз тамақ ішкенде ызыңдап, жағаласып жүрмейді. Бұл қыз қайта-қайта әрі-бері қаша. Қызым тамағын беріп болғаннан кейін тамақты көрдісем. Неужели келдің? Пісіп кеттік қой. Болсашы тез-тез өшір. Ойбу, макарон уже дайын болыпты ғой деп, ары да бері де араластырып көрсем, шынымен де піскен екен. Шкафтың ішінен тарелканы алып сала берейін десем. Тегі, тып-тыныш жатыр едім. Ыстықтай салмашы. Қызықсың ғой сен. Тұрмыз ғой бізде. Оттың үстінде. Екеуі деген айтысып кетті. Әй, көп сөйлей бермеңдер деп тамағымды сала бастадым. Осылай тамағымды салып жатсам, сөйтсем рожки. Ой, тарелка салқынсың ғой. Ертатын болсашы тез-тез. Бала-шағаң келіп алды. Қоймайсың ба дастарханға? Қарындас, қайда кеттің? Мені мынаның ішіне тастап кетпе. Шығарып қой. Әлі сөйлеп жатыр, ана жақта поварешкам сөйлеп жатыр, қой деп дастарханға қойып, осылай жеп алдық, улап-шулап. Дастарханды осылай жылжытып қойдым, ато қызым деген мініп алатын болып. Тамақ ішіп болғаннан кейін дастархан бетін жинай бастадым. Жинап жүрсем, үлкен ұлым бірдемені айтып жатыр, сабақта болған әңгімелерін айтып отыр. Ыдыстарды бір жерге үйіп қойдым, қазір сабақ оқимыз ғой деп жүрсем. Тамақ ішіп болғаннан кейін бізді жууды ұмытпа, қарындас. Онда мә саған деп фук еткізе салдым. Одан кейін арасында сабақ оқып, арасында сиыр сауып, от жағып, одан кейін осылай жаңағы жібітіп қойған горохымды кешкі тамаққа дайындадым.